Ал енді бүгінгі сабағымызда біз қысқа білеміз ынтымақтастық қатынастың шарттық шеңберінен бастайық. Ал бүгінгі күнге сендерге балалар сәттілік, сабағымызда белсене қатысып, жақсы балаларға тілектестім. Балалар, мен бүгінгі сабақта сендерді жақсы оқуға, оң бал алуға тілегімді білдіремін. Бүгінгі сабақты жақсы түсіндірулеріне және бүгінгі сабақтан оң бал алуларына тілектестім. Балалар, осы сабақты жақсы оқып шығыңдар. Балалар, бүгінгі сабақ сәтті өтуге тілектестім. Балалар, бүгінгі сабақ сәтті өтсін, белсене қатысыңдар. Балалар, бүгінгі сабаққа сендерге жақсы қатысыңдар. Жақсы оқуларына және осы сабақты беске оқуларына тілеймін. Рахмет балалар. Қысқа білімдеріне ең білімді еске түсіру мақсатында сендерге осындай сұрақтар бердім. Ақпарат тасымалдау дегенді қалай түсінесіңдер? Өткен сабақты еске түсірейік. Ақпарат тасымалдау дегеніміз қалай түсінесіңдер? Бірінші компьютерден екінші компьютерге хабарласу үшін тез ғана жақсы, жарайсыздар. Қандай тасымалдау құралдарын білесіңдер? Так. Флешка. Флешка, тағы. Диск. Абай және видео бар. Жақсы. Балдар? Енді ақпарат тасымалдаушы. Жақсы, жарайсыңдар. Ал енді компьютер алдында неге ұзақ отыруға болмайды балалар? Себебі адамға өте зиян болады. Толық тұрамыз. Кім толық тұрады? Көзге зиян болады. Тағы? Кім? Көзге зиян болуы мүмкін. Жақсы. Және денемізді тік ұстап отырмасақ, денемізге де зиян келеді. Жұмыс жасау кезінде қандай қауіпсіздік техника ережелерін білеміз? Аружан? Компьютер қолданған кезде тамақ, су жеуге болмайды. Себебі су компьютерге сөніп қалса, ол кезде қауіпті болады. Жақсы. Кәпия? Компьютерді көп көрмей керек және де омыртқамызды тік ұстау керек, және де 15 минуттан аспай көрмеу керек. Көп көрмеу керек деген мағына қалай түсінеміз? Ұзақ уақыт алдында. Яғни қанша уақыт? Нақты айтамыз. Қанша уақыт? 15 минут. 15 минуттан кейін не істеуіміз керек? 15 минуттан кейін не істеуіміз керек? Көзге жаттығу жасауымыз керек. Жақсы, жарайсыңдар. Ал енді компьютер жұмыс істеу барысында қанша уақыт өтетінін айтып берді. Енді цифрлық тасымалдаушылардың қандай түрін пайдалануға тиімді қазіргі заманда? Флешка. Жақсы, жарайсыңдар. Ал енді балалар, бүгін біздің тақырыбымыз интернетте жұмыс істеудің қандай қауіп қатері бар деген тақырыпта өтеміз. Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты авторлық құқық, плагиат ұғымын білеміз және біреудің жұмысын көшіру заңсыздығы туралы сендер бүгін танысасыңдар. Ал енді жалпы интернет дегеніміз не? Бір немесе бірнеше мемлекеттік аумағында орналасқан желілерді ғаламдық және дүниежүзілік желілер деп аталады. Интернетпен жұмыс жасап көрдік пе балалар? Иә. Біз білмеген ақпараттарды оқып және білу үшін. Тағы да балалар? Зерттеумен танысу үшін және өзге адамдармен хабарласу үшін. Жақсы. Ал енді хат алмасу үшін қандай браузерларды пайдаланамыз? WhatsApp'ты пайдаланамыз. Тағы да хат алмасу үшін? Telegram. Жақсы. ВК, ВКонтакте деп толық айтамыз. Тағы да? Қандай дейміз? Жақсы, жарайсыңдар. Жұмыс істеу үшін бізге аса маңызды деректер қорына жетуге арналған желіге қосылу құралы бар. Ол браузер деп аталады. Браузердің түрлері қарап отырсаңдар. Opera бар, Mozilla, Internet Explorer және Google Chrome бар. Осылардың ішінде өздерің пайдаланып көргендерің бар ма? Қайсын пайдаландың? Google Chrome. Google Chrome'ды тағы. Google Chrome және Safari. Safari'ді жақсы, жарайсыңдар. Енді бүгін бізде жаңа термин сабақ бойынша авторлық деген бар. Авторлық дегеніміз программалық бұйымды әзірлеуге қатысты автордың құқықтық жағдайын анықтайтын заң шығаратын нормалары жиынтығы. Авторлық құқық бізде екіге бөлінеді екен. Жеке құқықтық және мүліктік құқық бөлінеді екен. Абай жолы
романы, иә? Абай жолының роман авторы кім білесіңдер ме? Мұхтар әуезов. Жақсы, жарайсыздар. Яғни авторлық бұл біздің поэманың авторы Мұхтар Әуезов болады. Бұл авторлық. Егер де Абай жолын мен жаздым десе, бұл не болады? Плагиат болады. Ол дұрыс. Яғни латын тілінен аударған кезде плагия ұрлау, ұрлық дегенді білдіреді екен балалар. Басқа автордың әдеби немесе ғылыми туындысын иемдену, шығарма үзінділерін өз еңбегінде авторын көрсетпей, өзін пайдалануды плагиат деп атайды. Яғни біреудің жұмысын өзімізге иемденуді плагиат деп атайды екенбіз. Енді біз осы тақырыпты беру үшін сәйкестендіру тапсырмасын орындайық. Бүгінгі тақырып бойынша мына жердегі берілген түйінді сөздерді біз мына жаққа қарай қоюымыз керек. Кімнің қандай ойы бар? Жауапкершілікке бізге не жатады? Кім тақтаға шығады? Келі ойымын. Тақтаға шығып, онда орындаймыз. Ал орында қойсын. Келесі келіншек. Артынан тексеріп көреміз, иә қалды? Дұрыс па, бір сөйлесте сендер қарап отырыңдар. Жақсы. Жақсы, қалды. Келесі кім қалды бізде тақтаға шығып барады? Аружан қалды, иә? Аружан дайындалып қой. Жақсы, жарайсыздар. Енді жауаптарыңызды тексеріп көрейік, иә? Қараңыздар, қаншама қате шықты бізде қалды? Жауапкершілік қате, басында түсінеміз. Ал енді балалар, қазір компьютерде жекелей жұмыс Joypaper платформасы арқылы бүгінгі сабақта өткен тапсырмалар бойынша сұрақтар беріледі. Осы сұрақтарға жауап береміз, иә? Компьютерға отыра қойып. Remember the days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Ойланып, мұқият жауап береміз. Тапсырма. Компьютермен жұмыс орындаймыз. Браузерден ғылым таппай мақтанба Абай атамыздың өлеңін іздеп тауып, соны жүктеп аласыңдар. Және интернеттен басқа материалды жүктеп алғаннан кейін достарына жіберу керек. Авторлық құқықты сақтай отырып. Remember the days we were young, wild and free, basic
Жақсы балалар, компьютермен жұмысты аяқтады. Авторлық құқықты сонымен қалай сақтай отырып жібердік. Авторлық ғылымға аймақтамада. Біз сол абай мынандай көйлек экономиямен астына авторлық құқықты сақтай отырып, абай мынамайды кетеді. Яғни авторы кім бізде? Абай. Меруерт Қазақстан тақырыбында 2 шумақ өлең құрастырып интернетке жариялады. Бірнеше күннен кейін Меруерт жариялаған өлеңді оның жақын досы Марат интернеттен алып, сыныптастарына мен шығардым деп айтты. Оны Меруерт көріп таңғалады. Интернеттегі бөгде жұмыстың көшірмесін заңсыз екендігін Маратқа қалай түсіндіруге болады осы жерде? Марат, сен бұл жерде басқа біреудің авторлық жұмысын сен өзіңе иемденге, ол плагиат деп аталады және ол заңсыз түрде жасалған және сен айыппұл төлеуің мүмкін. Жақсы, тағы кімде болса да? Марат, сенің Меруерттің өлеңін алып өзіңдікі деп иемденуің өте қателес. Бұны плагиат деп атаймыз. Марат, сен Меруерттің өлеңін ұрлауың керек еді, және де сен оны ұрласаң да астынан Меруерттің өлеңді жазу керек еді. Себебі ол авторлық құқықты бұзасың және де ол плагиат деп аталады. Бүгін біз сабақ бойынша өздерінің қорытынды кері байланыс беріңдер. Бізге кері байланысты көшіру, сақтау және қоқысқа тастау. Бүгінгі сабақта өздеріне не керекті болды, нені керексіз болды және нені естерге сақтау керек болды. Соны аты жөндерін жазып, ауларында берген стикерлерге жазып, кері байланыс берулеріңді өтінеміз. Жақсы сабаққа атсалысыңдар. Енді бүгінгі сабақты қорытындылай келе бізде 5 кезеңнен тапсырмалар болды. Осы орындау тапсырмалардың арқасында бағалау қарарына сәйкес Заңғар 10 балл, Балжан 10 балл, Аружан Ракеля 9, Қажыбек Ақнұр 8 балл, Нұрәділмен Үнжу 7 балл екеуі. Бұл екеуі тапсырма 27 тақырыпты оқып келеміз. Тапсырмадағы және де дәптерге орындайық тапсырмасы бар. 118 бетте соны дәптерге орындап келесіңдер балалар. Рахмет, сау болыңыздар.